Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге хит болып жатқан карамельный пирогты үйретемін. Ең алдымен бір жұмыртқаны саламыз, қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз, сары майымызды құямыз, араластырамыз, қопсытқышымызды саламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғасын пленкаға салып, холодильникке салып қоямыз. Салмасына 2 жұмыртқаны салып араластырамыз, сметана саламыз, вареный сгущенканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң холодильниктен қамырды алып 2 бөлікке бөлеміз. Жақсылап ыдысымызға жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғасын начинкамызды салып тегістейміз. Содан соң қызып тұрған пешімізге 180 градусқа пісіріп аламыз. Мінекей карамельный пирогымыз дайын болды. Өте сондай жұп-жұмсақ дәмді. Қонақ келгенде тез-ақ жасай салуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.